Мен Оразбекова Мангүш Эмратқызы, қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі, Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің иегері. Қарасай ауданы, Бекболат ауданы, 1 май орта мектебінің қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы Бердібек Соқпақбаев. Сабақтың мақсаттары: әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Енді балалар, ең бірінші осы шығарманың тақырыбы мен идеясы дегенде, тақырып дегеніміз не, идея дегеніміз не? Осы әдебиет теориясына тоқталғым келіп тұр. Яғни тақырып дегеніміз әдеби шығармада сөз болатын басты мәселе, шығарма мазмұнының негізгі арқауы, айтылатын жағдайлардың бағыт-бағдары болып табылады екен. Ал енді идея не дейтін болсақ, идея жазушының әрбір осы өмір құбылысы туралы айтқысы келген ойымен беретін бағасы, осына идея дейді екенбіз. Бір шығармадағы бірнеше және әр алуан жеке тақырыптар мен идеялардың басын бір жерге қосып, бір арнамен өрбітіп тұрған бірегей өзекті мәселенің негізі бұл идея екен. Идеяның өзінің түрлері бар. Ол, яғни авторлық идея, суреткердің о бастағы ой өзегі, осы идеясы болады. Ал енді идеяның екіншісі объективті идея деп аталады. Нақты шығармалардан туатын мақсатты нәтижені айтады екенбіз. Бүгінгі енді біздің негізгі тақырыбымыз Бердібек Соқпақбаевтың өмір жолы мен шығармашылығы. Белгілі жазушы Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы 13 қазанда Алматы облысы Нарынқол ауданында, яғни қазіргі Райымбек ауданы, Қостөбе ауылында дүниеге келген екен. Осы жерде мектепті бітірген. 49 жылы Қазақтың Абай атындағы педагогикалық институтын бітіріп, туған ауылында мұғалім болып қызмет етеді. 1952-1970 жылдардың аралығында Жұлдыз, Балдырған журналдарында, Қазақстан жазушылар одағында түрлі қызметтер атқарды. Енді Бердібек Соқпақбаев кім дейтін болсақ, балалар, ол кісі жаңа қай жерде дүниеге келгенін айттық, яғни Алматы өңірінде дүниеге келген. Ол кісі жазушы, ақын, әсіресе балаларға арнап жазған «Менің атым Қожа», «Жекпе-жек», «Чемпион» деген кітаптардың авторы. Бұл кісінің шығармаларына тағы да тоқталатын болсақ, 1950 жылы «Бұлақ» деген өлеңдер жинағы шықты. 16 жасар чемпион, бұл 1951 жылы. Бақыт жолы, Алыстағы ауылда, Балалық шаққа саяхат, Балалық шаққа саяхат атты повесі бойынша жазылған киносценарий фильмге түсірілген 65 жылы. Дала жұлдызы, Аяжан, Гаухар деген повестерін жазған екен. Әсіресе балалар, біз енді осы Бердібек Соқпақбаевтың өмір жолымен танысқаннан кейін, келесі сабақтарда балаларға арнап жазған «Менің атым Қожа» атты кітабын балалар сүйіп оқиды, сол шығармасымен танысамыз. Бұл шығармасы 1957 жылы жазған. «Менің атым Қожаның» кинофильмі де бар, оны ары қарай келесі сабақтарда көреміз. Бұл «Менің атым Қожа» кітабы орыс, украин, француз, литва, латыш, өзбек тілдеріне аударылған. Яғни Қазақфильм киностудиясына 1963 жылы сол кітап бойынша киносценарий жазылып, киносы шыққан екен.